достар, барлықтарыңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі локация басқа видеоларға қарағанда басқаша. Неге? Себебі бүгін мен ақтауға арналған жаттығулар түсіріп отырмын. Яғни шынайы түрде нақты көмектесетін жаттығулар. Қазір жасқа қарамаңыздар, просто істеңіздер, керемет жаттығу. Сіздер үшін арнайы спортзалға келіп отырмын. Ну, давайте мен қолдап жіберіңіздер, ұнаса екінші түсіретін боламын. Бұл жақта тренер залдағы жоқ заттар үйде де айналсаңыздар болады. Алынша кеттік. Мен сіздерге сенем, сіздердің қолдарыңыздан келеді. Бірінші жаттығу бізде осылай коврик керек болады. Үйде де жасасаңыздар болады. Осылай жатып, дәл видеода көрсетілгенде істейміз. 30 реттен әрқайсына, яғни 30 рет істеп шығасыздар. Өте пайдалы жаттығулардың бірі. Өте қатты көмектеседі. Шынымен де жасасаңыздар болады. Менімен бірге жасасаңыздар, мен сіздерге сенем. Давайте бірге жасайық. Ал енді екінші жаттығуға көшейік. Бірінші жаттығуды аяқтадыңыз, молодец. Мен видеода тек жартысын көрсеттім. Дәл осылай видеода көрсетілгенде істейміз. Болмаса аяғыңызды қойып істесеңіз болады. Егер сіздер қатты шыдай алмай жатсаңыз, 30 реттен жасайсыздар. 2 подход жасасаңыздар жақсы болады негізі. Келесі жаттығу бізде белге жақсы көмектеседі. Дәл осылай істейтін боламыз. 30 реттен істесеңіздер болады. Әр аяққа 15 реттен істесеңіздер жақсы болады. Дәл видеода көрсетілгенде. Келесі жаттығуымыз біздің осылай секіру. Яғни сіздер 30 рет 2 подходтан сонда 60 рет секіресіздер. Яғни бұл жаттығу таңертең жасасаңыздар күшті болады негізі бұл жаттығуды. Бірақ былай да жасай беруге болады. Бірге жасайық. Келесі жаттығу дәл видеода көрсетілгенде жасаймыз. Ешқандай айтатын нәрсе жоқ деп ойлаймын, оп-оңай. Бірақ сіздер қатты отырасыздар. Просто менде артында адамдар болды, кішкене ыңғайсыз болды. Келесі жаттығуға бізге скакалка керек болады. Яғни осылай секіресіздер. Ал егер скакалка жоқ болған жағдайда, кәдімгідей скакалка сияқты қолдарыңызбен секірсеңіздер болады. Бірақ скакалка бәрінде бар деп ойлаймын. Келесі жаттығу бізде осындай, яғни шығып, аяғымызды жоғарыға көтереміз. Бұрын дене шынықтыру сабақтарында жасаған шығарсыздар. Бұл жаттығу өте эффективті, сол үшін сіздерге көрсетіп отырмын. Келесі жаттығу бізде турник, яғни сіздер таңертең тұрып турникке тартыласыздар. Негізі бұл жаттығуды көрсетемін деп ойламадым. Просто болғаннан кейін түсірейін деп жатырмын сіздерге. Мен инстаграм парақшамды жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі жаттығу спортзалға барып жатсаңыздар, осындай велик. Яғни велик тебу арқылы сіздің қозғалысыңыз одан ары жақсы дамиды. Қан қысымыңызға, қан айналымына өте жақсы. Сол үшін сіздерге де кеңес беремін. Келесі жаттығуға бізге осындайлар керек болады. Атын ұмытып қалдым. Жалпы осылай бір аяқпен секіреміз. Әрқайсына 15-тен или бір аяққа 15-тен, сонда 2 аяққа 30 болады. Солай секірсеңіздер болады. Келесі жаттығу бізде аяққа, яғни бір аяқ 15-тен толығырақ отырасыздар, аяқтарыңызды етсеңіздер де болады, немесе мен сияқты оңай жасасаңыздар да болады.
Ну как, достар, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Мен өзім өте қатты шаршап кеттім. Сіздерге ұнаса жаза кетіңіздер, екінші түсіретін боламын. Давайте.